Искаков Асқар Буракұлы 1949 жылы туған, 1966 жылы орта мектепті бітіргеннен кейін осы Ленин кентіндегі 25-60 деген автоколоннаға слесарь мотористің оқушысы болып қабылдандым жұмысқа. Осы жұмыста істеп жүріп мен 5-ші разряд слесарь болдым, 1-ші сыныпта шофер болдым. Ары қарай осы ауылда жүріп мен сырттан ауыл шаруашылық техникум бітіріп, механик мамандығын алдым. Енді осы ауылымыздың тарихына келсек, бұл ауылдың тарихы менің өміріммен тікелей әрине байланысы көп. Осы ауылда мен жұмыс істеп жүріп, депутатқа да сайландым. 2 қабат Ильичев аудандық депутаттығына, обком профсоюзының мүшесіне, ауылдық кеңестің депутаттығына. Осы жерде мен әскерге кеттім, әскерден осы жерге келдім, осы жерде үйлендім, осы жерде 5 баланың әкесі атандым. Осы ауылмен менің бар саналы өмірім осы халықпен, осы Ленин кентінің менен бірге өтіп келеді. Ленин кенті өте үлкен ауыл, бұның тарихы, көне тарихы бар. Бұл 1914 жылы административный центр болып құралған осы жерде. Бұл ауылдың тарихында енді 2-3 колхозда болған, кейіннен 4-5 автошаруашылық мекемелері болды. 1978 жылы дев ашылды. Осы бізде жол мәселесі жөнінде дев ашылып, оған Елубай Сулеевич деген кісі бастық болып келді. Мені автобаза направлениемен, жолдамамен сонда аға механик қылып жіберді. Сонда мен деудің бірінші қазан қаққанның біреуімін. Содан бері міне қанша жылдар өтіп кетті. Ол деудің өзіне 78 жыл орналасқан деу қазір міне әлі күнге шейін тұр. Сол жерде көп еңбегіміз сіңді. Сол Елубай Сулеевич деген бастығымыз екенбіз. Ол кісі деудің бастығы болды, прораб. Ол кісіден көп нәрсе үйрендік. Және біздің енді өмірімізде осы Ленин кентінде бәлен жыл қызмет істеп жүргенде, мен енді осында автоколоннада жұмыс істеп жүргенде 2 қабат Ильич аудандық советінің депутатына сайландым. Обком профсоюзының мүшесіне сайландым. Ленин кентінің депутаты 1-2 рет сайландым осында. Осы жерде әрине менің де еңбек үлесім бар. 90 жылдары осы жерде қиыншылық жағдай болғанда, разгосударствление болып жатқан кезде, осы Ленин кентінде тағы да сол Елубай Сулеевич екеуміз, ол кісі бір крестьянский хозяйство, мен бір крестьянский хозяйство ашып, осы ауылда ол кезде мал көп, бұл ауылда қиындау кезең 90 жылдар, осы ауылды шөппенен қамтамасыз еттік. Бәлен жүздеген прицеп шөп тасып осы қырдан да, тоғайдан да осы ауылға еңбегіміз сіңді деп мен ойлаймын. Енді бұл ауылда қазір енді көп өзгеріс өтіп кетті. Бәрі де жаңаша болып жатыр. Қазақстан мемлекетіміз егемен мемлекет болды. Қазір осы таңда осы жерде міне 3 мектеп жұмыс істеп тұр. Қаншама мекемелер жаңадан ашылған жұмыс істеп тұр. Осының көбінде қазір жастар жұмыс істейді. Міне рухани жаңғыру басталды. Біздің елбасының айтуымен рухани жаңғыру кірді елімізге. Қазір міне осындай жағдайда жастарға айтатыным еңбектену керек. Еңбектесе, сонда біздің ауылымызда көркейеді, бәрі де бізде жақсы болады деп сенімдемін. Я Дзюба Виктор Алексеевич. Родился 1944 года. С 7 лет пошел в школу, поселок Ленинский назывался. Сейчас в этом здании находится мечеть. Поселок был такой маленький, небольшой. В данное время улицы делаются, градируются, асфальт делается. Вообще сравнение очень большое. Поселок за это время вырос очень довольно-таки быстро. Менялись акимы, но все шло в положительную сторону. Очень успешно росло все строительство. Когда уже вырос, выучился на курсах тракториста, пошел работать уже
самостоятельно. Совхоз Ленинжалы. Директором был там Бекен Назарович Алпыспаев. Сначала я работал на тракторе, пахал, сеял, убирали урожай. Потом выучился на курсах водителей, стал работать на автомашине. Поселок Ленинский, я помню, еще вообще очень такой был маленький. Мать моя работала в маслозаводе. Там были только лишь барачного типа квартиры. В семье нас было 6 человек. Я был самый молодой. 2 брата нас было и 4 сестры. До 1963 года работал в Ленинжалы. Потом призвали в армию. Там повысил свою квалификацию. Выучили меня там на курсах мотористов, катеристов. Оставалось уже служить 4 месяца, и я пришел в отпуск. Пришел и даже удивился этому поселку, даже так он поднялся, устроился в автобазу военизированную, так как я только лишь демобилизовался, меня с радостью взяли водителем, и я начал трудовую деятельность гражданскую уже. Тут появились организации «Водстрой», автобазы были, 2 автобазы большие были. И за счет этого мы даже водители строили дороги, даже бесплатно привозили щебень с 118 разъезда. Каждый водитель должен был сделать 2 рейса бесплатно. И мы на это шли и поднимали поселок, свою долю вкладывали, чтобы поселок рос и рос и рос. Очень желаю, чтобы поселок рос и процветал. Сейчас вообще поселок не узнать. Водоснабжение сейчас сделали такое, что действительно уже живешь как в городе. Горячая, холодная вода в квартире. Это уже удобство какое для жителей. Мен Ыбырай Зейкенұлы Кәрібаев 1939 жылы 27 апрельде дүниеге келгем. Содан 1947 жылы мектепке барып, 1 сыныптан осы кентте 9 сыныпқа дейін оқып, қазақ класстары болмағаннан кейін 10 сыныпта Павлодар қаласындағы Абай атындағы 10 жылдық мектепте оқып, сол 56-57 оқу жылында сол 10 жылдық мектепті бітірдім. Сол мектепті бітіргеннен кейін дәрігерлік институтқа түсіп, содан бізді 7-8 студенттерді ауыл шаруашылық жұмыстар жіберді. Ол ауыл шаруашылық жұмысты қағазды алып келеміз деп елге қайтып келіп, содан кейін бір себептермен оқуға жалғастыру болмай қалды. Содан 1957 жылдың ноябрінде Ермаковск автобазы нөмір 11 деген автобаза ашылып, сонда барып, солардың жолдауыменен шоферлік курсы бітірдім. Шоферлік курсы бітіргеннен кейін ноябрьден бастап сол шоферлік қызметті атқарып, тың жаңа тарайған жерлерде юғарыға қатынасып, соның ішінде комбайннан егін тасимыз қырманға, кешке жақын қырманнан элеваторға тасимыз. Солай сөйтіп қызмет істеп жүрген кезде комсомол жастар ұйымы құрылып, соның біздің бір колоннамыз ылғи жастардан құралған комсомол жастар бригадасы болды. Сол комсомол жастар бригадасында 2 смена жұмыс істеу керек болды, 2 шофер болмас жалғыз өзім. Сол 2 смена бойы қызмет істеп, көзге көрініп, 59 жылы Ленин кентінің қосыл советінің жұмысына депутаттыққа сайландым. Сол 59 жылдан бастап, сол мекеменің секретары болдым, 61 жылы орынбасары болдым. Одан әрмен қарай 74 жылға дейін осы ауылдың кентінің поселковый советтің председателі болып қызмет істедім. Сол поселковый советтің председателі болып істеген кезде ауылда
4 үлкен ірі мекемелер болды, 4 автобаза болды. Ленинский отеплит қазіргі сол кезде сол кіші автобаздан ұлғайған біздің республикамызда бірінші орын алды. Соның арқасында ауылдың құрылысы басталып, передвижный механизм колонна келді 59-шы. Содан кейін СМП 35 деген шойын жол құрылды, ол станция спутникте болды, о да бізге қарады. Сосын мына қазіргі Алғабас, о да осы кентке қарайтын болатын. Содан ауылымыздың құрылысы көбейіп, 4 мектеп болды. 30-шы, 31-шы, 32-шы, 33-шы мектеп. Соның 2 мектебін 32 мен 33 мектепті өз қолымнан салып іске қостық. 33 мектеп ол Совет үкіметі еділдігіне қарсы 1964 жылы басталды, 67 жылы іске қосылып, Совет үкіметі еділдігіне қарсы сол мектепті іске қосып жұмыс істеп жатыр осы уақытқа дейін. Одан кейін шойын жолдың ар жағында ертеректе осы 1914 жылдан бастап осы біздің кентіміз құрылған уақытта 14 жылдың октябрь айы болатын. Сонда шойын жолдың ар жағында 7-й съезд деген Қазақстанның 7-ші съездің атындағы колхоз болды. Жолдың бер жағында колхоз еңбекші деген колхоз құрылды. Осы екі колхоз бертін келе 50-тің жаңа тараған жерлерге кісілер келе бастағаннан кейін қала іріктеніп, осында үлкен жаңадан саққоз құрылды. Ал Бордақылы саққозы осында басталды. Ал енді оның алдында жаңадан енді тың-тыңқайған жерді игеру үшін шойын жолдың ар жағында үлкен машина тракторный станциясы жаңадан құрылып, облыс көлемінде жолдың бер жағындағы колхоз саққоздардың барлығы сонда әкеп тракторлерін ремонттап, осы Ленин кентінен бәрін жан-жаққа тарайтын болған. Оның бер жағында енді айта кетерлігі, осындағы ол құрылыстан басқа Ленин атындағы масалар болды. Сосын біздің бір қазіргі амбулатория тұрған жерде үлкен 58 жылы таңған жерде еруге келген цельниктерге біз қолып аштық, кинотеатр «Урожай» деген болды. Сол кинотеатр «Урожайда» түгел осындай мәдениетті шаралардың барлығы сонда өтті. Тіпті үлкен атышулы әртістеріміздің өзі сол құлыпқа келіп бізге осы ауылға концерттерін қойып кететін. Содан кейін оның бер жағында бізде шойын жолдың депосы болды. Ол 1940 жылдан осы 55-60 жылдарға дейін осында болды дағы, сосын қалаға ауысты. Өйткен себебі ол кезде 46 жылы соғыс басталған кезде Павлодар Екібастұз темір жол құрылысы болатын. Сол құрылыс Екібастұзға дейін барды дағы, соғыс басталған кезде тоқтап қалды. Содан соғыс біткеннен кейін 40 жылы Павлодар Екібастұз арасында естің үстінен мост салынып, мост сол 40 жылдың май айында іске қосылды. Содан бері қарай, әрмен қарай Астанаға дейін, Астана Целиноградқа дейін жол құрылысы бітіп, жол қаттасы бастала бастады. Содан қар тасы болды, жүк тасу несі, сол осы қарқыннан біздің кентіміз үлкен поселокқа айналды. Содан бертін келе поселокты мына Семейде Завет Юсіп бітірген кезде болып еді, жаңа Семей, ескі Семей деген жағдай болып дағы, соны неге біз Павлодар облысы ұлғайып атты дағы, оған жаңадан алюминстрой заводы, трактор заводы, хим завод, көп заводтар ашылып, соның арқасында облысымыз жан-жағынан жер ала бастады ұлғаю үшін. Ар жағында жетекшіні алса, оң жағында Кенжекөл, сол жағында село Павлодарскіні алды. Соларды көріп, 67 жылы июнь айында болу керек, Қазақстанға правительствоның атынан хат жазып, бізді Ленин кентін сол Павлодар қаласында қарату туралы қатынас жасадық. Сол 67 жылы жазған хатымыздың жауабы 1969 жылы 15 июльде келді. Сол 15 июльден бастап Ақсу қаласынан бізді Ленин кентін алып Павлодар қаласына қосылды. Онда сол Павлодар қалалық мәслихатта біз ауыстырды. Бізді аудандық депутаттар, селолық, поселкелік депутаттардың барлығы
сол автоматты түрде қалалық депутаттар болып қызметке кірісті келесі сайлауға дейін. Қалаға қарағаннан кейін үлкен поселкенің генпланы басталды. Ол генпланда мына ертістің бер жағы түгел қалаға беріліп, сол жерде дом культура, содан кейін футбол ойнайтын алаң барлығы болады деп белгіленген болатын. Одан енді 90-шы жылдары Совет үкіметі құлағаннан кейін оның барлығы жаймен қалыптағы сол план әрмен қарай жүрмей қалды. Совет үкіметі құлағаннан кейін қайтада мына Ленин мұғалімдер Ленин кентін селолық статусқа қосылсын деп 25% ақша төлеу үшін жазған екен. Содан Ленин кенті қайтадан Ақсуға ауыстыру керек болды. Ол кезде Ақсу ауданының әкімі Тито Сыздықов бізге келіп, ақылдасып, сөйлесіп, сосын біз ауыл ақсақалдарын жинап, айттық, осында енді Совет үкіметі кезінде бізде үлкен құрылыс болды, заятоскремательский завод болды, 4 үлкен мекемелер болды, 4 автобаза, 4 детсад, 4 монша. Соның барлығы сосын біздің үлкен амбулаториямыз ұлғайып, оның ішінде қаланың орын болмай қалып, қаланың кісілерге бізге кеп емделетін. Оның жанында бізде главврач болды, Василий Федорович Устинов деген соғысының депутатқа сайланып, соғыстың арқасында балалар әйелдер босанатын мекеме пайда болды. Ол бертін келді Совет үкіметі құлағанша ол қызмет істеп тұрды. Енді сол мекеменің орнында қазір мына амбулатория тұр. Оның ар жағында жаңадағы шол жолында детсад ясли болды, үлкенді кішілі. Одан өзіміздің поселкелік не болды, ясли сад болды 2 мекемеде. Сосын ремонтный механический завод болды, содан кейін бұт комбинатымыз болды. Оның ішінде түгел ауылға қажетті, халыққа шаруашылық жасайтын қажетті ненің барлығы ішінде болатын. Шаш тараз деген, телевизор оңдау, каршыға түсіру, аяқ киім тігу деген сияқты. Енді бертінгеде оның барлығы қазір Совет үкіметі құлағаннан кейін барлығы ыдырап, ондай жағдай болмай қалды. Енді қазір бертінгеде ауылымыз өркейіп, амбулатория салынды, 2 жерден детсадымыз қосылды. Содан кейін балалардың спортпен шұғылданатын бір комбинаттың орнында қызметке кірісті. Осылай ауылымыз сол уақыттан осындай жағдайға келіп отыр. Енді біз сол кездегі қызмет істеген жастар сондай бар патриоттық сезіммен қызмет істеп, халыққа көрініп, қолымыздан келгенді аямадық. Енді қазіргі жастарға айтатыным, сол адал еңбек істеп, еңбектен денсаулықтары зор болып, жақсылап халқымызға, ауылымызға осындай күш-жігерді салып, көрсетуге нәсіп айтсын дегім келеді. Мен Рахманова Қабдықызы 1970 жылы осы Ленин кентіне тұрмыс құрдым. Сол жылдан бері 50 жылға жақын тұрып жатырмын. Сол кезбен салыстырғанда осы Ленин кентінің тарихы 50 жылда ел жаңа деп халық деген айтпаған. Мені сол кезбен қазіргі кезім салыстырайын десем, салыстыруға тұрмайды. Өте керемет өзгеріс болды. Балаларым осында өсіп өнді, немере көрдім, шөбере сүйдім. Бар еңбек жолымды біздің осы Ленин кентінің акиматына арнадым. Бұнда 72 жылы келдім, 2008 жылы зейнеткерлікке шыққам. Содан бері қоғамдық қызметте әлі жүрмін. Дәл қазіргі уақытта Нұр Отан партиясының 2-ші орынбасарымын, ардагерлер кеңесінің төрайымымын. Менің келгенде осы Ленин кентінде 4 мектеп болды. Үлкен мекемелер болды. Кинотеатр, уражай болды. Соның орнында қазір поликлиника салынды. Стационар болды. Ол жабылып, 2-3 поликлиникаға қарап қалды. Негізі өзгеріс жылдан жылға жақсылыққа өзгеріп келе жатыр. Біздің осы кенттің өзгеруіне жастардың да үлесі өте мол. Біз зейнетке шықтық. Біздің артымыздан келе жатқан жастар, қазіргі жастар білімді, әрқайсының бір мамандықтары бар. Біз енді соларға сенеміз. Дәл қазіргі кезге тұрмысымыз жаман деп айта алмаймын. Тек қана шыдамдық керек, бірлік керек. Бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, үлкендердің патриоттық сезімін
оятып жастарға тәрбие берсек, одан асқан бізде бір ғанибет болмас еді. Біздің Ленин кентінде 1990 жылы құрылған ардагерлер кеңесі бар. Онда дәл биылғы жылы 15 жыл мүшесі, 15 кісі адам. Сол адамдар әрқайсысы бөлінген. Сол адамдар осы ауылдың бірнеше үлкен мекемелердің бір белді мамандары. Қала берді осы ауылдың тұрғындары, туып өскен адамдар. Осы ауылға бетке ұстарлық үлкен қарияларымыз да бар, көпбалалы аналарымыз да бар. Бір-екі орта білімді мектеп, бір 9 жылдық мектеп бар. Оқушылардың бәрі, мектептер бәрі қамтылған, компьютерлік бөлім недер бар, сыныптар бар. Тек қана енді жастарға жол ашық. Биыл енді елбасымыз жастар жол деп хабарлады ғой, жариялады. Соны біз үлкендер, қариялар қолдаймыз. Болашақ жастардікі деп соған сеніп отырмыз. Соны айтқым келгені. Мен Нұғыман немересі Тасқара ауылы Еркебағлан. 41 жыл 1 декабрь 41 жыл туған Баян ауылы өлкесінде. Содан соғыстан кейін әкем қызметтің ретімен әкем мұғалім болып істеді. Отан соғысының ардагері. Соғыстан кейін 4-5 жылда мұғалімдарды ауыстырып отыр. Сол осы соңғы уақытта сол Ребровка, Еңгіліс колхозы, одан осы 7-ші ауыл кентіне колхоз кезінде келіп, сол 54-ші жылдан осы 7-ші ауылда тұрамыз. 15-16 жасымыздан осы Сақпоз колхозға болысып, сабақтың арасында каникул кезінде, одан әскерге ілігіп, 3 жыл әскерде болып, әскерден келгеннен кейін тағы осы 7-ші ауылға үлес қосып, 45 жыл шопыр болдым. 3 қызымыз, 1 ұлымыз бар. Кенже ұлымызбен бірге тұрамыз. 3 немереміз бар. Немеремнің алды сол 19-ға толып, колледж бітіріп, есікке түсті. Біздің бала кезімізде 7-ші ауыл Еңгіліс колхозы, еңбекшілік колхозы деп жүрді. Колхоз кезінде сол 2 колхоз болды. Одан сосын 7-ші ауыл болды. Сосын Ленин кентіне ауысты. Қазіргі уақыт енді Ленин кенті ғой, енді сол барлығы жастары, үлкені барлығы емшіл. Сол жақсы тұрып жатырмыз. Семьяда ең кенжесі болдым. Мұнда тұрмысқа шыққанда көп балалы отбасына келдім. Бірақ бұлар бәрі бізге бауыр сияқты, сіңлімдерім сияқты болып өте тату тәтті тұрдық. Қазірдің өзінде үлкен уже соңымыздан ерген қарындастары, інілері бәрі де үй болып, бәрі ата, әже болып жатыр. Сонда да бәрі бізді өте құрметтеп, өте сыйлайды.